Айтпақшы, сенің папа мамаң қайда? Мен айттым емес пе? Балалар үйіненмін деп. Сен серьезно айттың ба сол кезде? Иә. Мен даже әке-шешемнің кім болған, қандай болған да білмеймін. Бірақ армандайтынмын. Анам болса екен, анама еркелесем екен деп ше. Біз балалар үйінде өстік қой. Бірақ өсе келе ол жерден де шыға жіберді. Бұл өмір теңіз болса, сол теңізге ескексіз шыққан қайық сияқты сезіндім өзімді. Толқын анда барып соғады, мында барып соғады. Қаншама қиындықтар. Бірақ соңында осы жерге келіп тұр ғой. Сұрағаным үшін кешірім сұраймын. Ештеңесі жоқ. Үйреніп қалдым. Давай өткен кеткеннің бәрін ұмытып, болашақ үшін алып қояйық. Мен ішпеймін. Мен іше алмаймын, шынымен. Неге? Мен іше алмаймын. Ішсем қуам, арқам бар. Қойшы, сен мен папам ішкен көрген жоқсың, так что мен таңғалдырамайсың ештеңе. Ішпей ақ қояйыншы, іше алмаймын. Не вот 5 жасар бала ұқсап, давай. Ішпеймін. Іштеймін. Ішпеймін. Әйтпесе ары жазып жіберем. Іше алмаймын просто. Ескерттім ғой, іше алмаймын деп. Сенің әкең бар ғой, менің қасымда қазір көресің ғой, қандай қалып. Жоқсаң саған секіп келмейді, жараланып жүректі. Арападым, жоқсаң саған секіп келмейді, араланып өмірді. Шыныма жағалып кетті анамды, онымен қатар сүйгеніммен баламды. Екеуі туған ел.